Tutsa қалай, ұнап отыр ма? Білмеймін, онша емес сияқты. Жеш, онда мен сені екі петке апарам. Жақсы ма? Жегеге мінесің ба? Мінбеймін, қойшы Дәурен. Ой, онда жеш мен сені Дубайға апарам. Жақсы ма Дубай? Дубай жанып тұр, мына үстінен шешеш. Дәурен, не қуыпсың? Өзіңді алдап. Зеленый фонға мын жер дейтін. Шетелге барғың келе ма? Барғың келсе, Оралда Шафран турагентствосы ашылып, қолжетімді бағада оның үстінде кәрәтші путевкалар бар. Ош? Шапала ұра бермесін, әйтпесе жындыханадан бір шығасың. Құдай сақтасын. Туристическое агентство «Шафран». Путешествуйте вместе с нами. Keep on rolling that potion, even though it's love to my opponents. When I'm next to you, when I'm next to you, keep on rolling that potion, even though it's afternoon. Love to my opponents. When I'm next to you, when I'm next to you, keep on rolling that potion, even though it's afternoon. Ұстап аласың ғой. Елімізде, мына өмірде ананың балаға деген махаббаты болады. Екі жастың махаббаты болады. Және де біздің қарапайым халықтың қыртыған шоуға деген махаббаты болады. Сіздердің алдарыңызда қыртып тұрған Өтеғалиев Темірлан. Ендеше бүгінгі шоуымызды бастаймыз, кет! Қайсың Дәурен? Жақсы? Жаңалық. Тыныш? Сен өзің деген жоқ па? Жоқ. Жалпы өміріңде саяхаттап көрдің ба сен? Қайда саяхаттан? Ақтау, Атырау, Семей. Саяхатқа жатпайды ол. Андай шекарадан өтіп, сен бет-бет қарап, сөйтіп. Жоқ. Сен вообще саяхаттап ма негізі? Сен біздің елдің атына саяхаттасаң, біздің елдің абыройын түсіресің. Басқа мемлекеттегілер ойлап қалуы мүмкін, бүкіл Қазақстан осындай ма деп. Ма? Сен саяхаттасаң, Филиппин ба, Үндістан ба, сондай алашыш. Анда пағалайды сен бар ғой. Саяхат туралы неге айта жатырмын деп ойлайсың? Білмейсің ба? Айтам, бізде бүгін қонақта әлемді аралап жүрген осы Оралдың баласы Темірлан, ортаға шақырамыз. Қош келдің. Рахмет. Қайсыңдар ма? Бұл Қазақстандағы номер бірінші саяхатшы YouTube блогер Темірлан Мукашев. Сіз мына шоуды көрдіңіз ғой да, былай да? Көрдім, бірінші. Саяхат соңғы мемлекет қандай барған? Жаңа тек Ресейден келдім. Ресейден? Мәскеуден, Мәскеуден онда не жаңалық онда? Ол жақта... Айтпа! Жалпы не жаңалық онда, не істеп жатыр? Сол санкция туралы барып қарап келдім, зерттеп не болып жатқанын. Санкцияны сезіп жатқан жоқ олар. Шаруасы түгел екен. Өтірік пе бәрі? Солай сияқты. Примерін. Қойш. Знаешь его? Не. Алғашқы сұрақ. Жалпы мұна футболда сары карточка, қызыл карточка көрсетеді ғой. Сонда не көрінеді? Судьяның несі көрінеді? Сары қағаз көрсетіп жатқаны? Қолтығы көрінеді. Өткенде міне жарып тұрды. Шапалақтарыңыз. Стоп, сөйім бізде ойық па? Павловский мұна дейтін орын ауыстырмаған сценарийдің. Чуть-чуть. Макбуктың есігім. Бәсіп, тауамай отырмай. Банаған бәрі импір.
Дымыма деп отырған. Ал кеттік. Поставь шапалар жүрек. Не, шетелде всегда өзің жүресің да, жалғыз өзің. Жалғыз жүреме. Андай қорқыныш болмай ма? Басқа мемлекетке барғанда? Біз сырттағы туалетке барғанда қорқамыз, жалғыз өзіміз. Болып тұрады кішкене. Қалай жеңесің оны, не істейсің? Былай зерттейсің ғой, барар алдында. Неңді страхыңды ма? Мен қалай қорқамын онда барғанда ма? Баратын жақты зерттейсің. Ол жақ дейсің, қауіпті ма, жоқ па дегенде, сондай қауіпті аудандарды зерттейсің. Андай алаяқтар не істейді дегенде. Алаяқтарды қалай зерттейсің? Былай басқа... Гуглға жазасың ба? Үндістанның алаяқтары деп. Сосын сол да бар, сосын басқа саяхатшыларды қарайсың, сол білесің. Саяхатшы Дараны қарайсың ба сен? Дара, саяхатшы Дара. Саяхатшылардың атасы ол дейтін. Бірінші сол бастаған саяхатты. Ең андай қауіпті мемлекет қандай болды? Ең қауіпті Пәкістан сияқты. Бірақ былай қауіпті деп ойлайсың да, барғасын қауіпті емес екен. Не болды? Барғанда не болды? Барғанда... Автоматтың орнында роза, сондай ма? Андай. Атайын деп атырады да, гөр. Енді, не болды онда? Керісінше адамдар мейірімді екен. Ең сен мейірімді деген мемлекет ондай болмай қалған қандай андай? Так. Автомат действительно. Мысыр. Мысыр мемлекеті. Онда не болды? Ол жақта әр бұрышта әскерлер жүреді автоматтармен, сосын әр жерде алаяқтар. Алданған сияқтысың ғой жамансың. Ол жақта алаяқтар деді. Қайсың дәурен бәрі жақсы ма? Нормально. Все. Сен Үндістанға бардың ба? Бардым. Мына бала таныс емес па? Таныс емес. Шамамен осындайлар күтіп алды ғой сенді. Иә. Сол саяхаттау деген идея қайдан келді жалпы? Жалпы бұл үйдің жай табиғи сондай қалау саяхаттау. Табиғи құбылыс шеш. Иә, табиғи құбылыс. Жоқ, енді сен отырында мен саяхаттаймын деген жоқсың ғой енді? Енді былай әрбір адам саяхаттағысы келеді. Ақшаң қайналдың, үшін соны сұрайын деп тұрмын мен. Ең бірінші саяхатқа ақшаң қайналдың? Жұмыс істеп жинадым ақшаны. Ұзақ уақыт бойы. Қанша уақыт? Шамамен 1 жыл жарым, 2 жыл, миллион теңге жинадым. Айына 100 мыңнан алдың да? Ештеңе жеген жоқсың? 200 мыңнан алып жүрдім, бірақ 100 мыңын саяхатқа қалдым. Сосын саяхатқа. Ең бірінші мемлекет қандай? Ең бірінші Бали, Индонезия. Бали, базар жоқ. Біздің Оралда жүр. Сен сұрағың бірден сұрамайсың, мен саған қатысы бар ғында шоудың жалпы. Темірлан? Ау. Сен жоқ сән емес, саяхатшы Темірлан ғой? Екеуміздің де атымыз Темірлан. Темірлан, сен пілге мініп көрдің бе? Жоқ. Қалай, қадалдың ба? Неге сұрадың? Жай для интерес. Міндім дейік давай. Міндің ба? Негізі мініп көрмедім. Просто қадағым келмейді оны. Қайттан қойшы мінім дейді ал. Сен көңіліңе қарап отыр. Көңіліне қарайтын адам біз? Арам осы күнде. Темірлан, пілге міндің бе? Иә. Не өз-өзімізді алдап отыр, Не, қазіргі таңда елімізде салақ адамдар ойып кетті. Қандай? Салақ. Иә. Аузың сүтші, Мына инемен киім тігесің ғой, сол инені жоғалтып аласың да, 2 күннен кейін инен тауып алған адамның айтатын алғашқы сөзі. Типа ауыртып алғаннан... Ауыртып алдың дедің ба саған? Тауып алдың. Кіріп кетеді. Қайда кіріп кетеді ол? Саусаққа болсын, көтенге. Сонда көтенге? Бір жерге отырып қалып. Кетті. Не айтады? Сен сөздерін айтып отырсың ба? Сосын айтатын алғашқы сөз инені тауып алдың. Ау дейтін болар. Ауыртасың. Ау демейді. Бітті алады да. Кіріп кетсе ау демейді ғой? Не ау дейді? Айтарым. Кіріп кетті. А дейді просто.
у артық сенде. Не, ақ халатты абзал жандар деген сөздің синонимі қандай? Ақ халатты абзал жандар? Түсінбей тұрмын мағынасын. Белые халатты хорошие люди. Ақ халатты не? Кімдер? Дәрігерлер ме? Дәрігерлердің синонимі не? Айтайын ба? Доғдырлар. Риза ма? Ақ халатты абзал деген сөздің синонимі коньяк, вино, шоколадқа операция істейтіндер дейді. Жақсы айттың ғой. Тренд дейсің ғой да? Жай ешкім көштен дәурен төре бар ма? Берекетті алмай кетші. Дейді ма? Үйсіз кеші жүрген мысықтарға айтар ақылың. Адамдарға жақындасын, аяққа оралып тамақ сұрап. Серьезно қалды отқан ес бі? Мысыққа адамдарға жақындасын демейсің ғой. Бізде келесі айдары бар. Дәуреннен анекдот. Көптің сұрауы бойынша бастау. Бір күні бір өзінің сақалы бар бір шал болған ғой. Шал маршрутке мініп темек тартқысы келген ғой. Темек тартып отқанда, жаңағы тұтатып отқанда байқамай сақалына тиіп кеткен ғой. Сөйтіп сақалы өртеніп жатса, кондуктор айтады дейді. Горит, горит деп. Сөйтіп шал айтады дейді. Мен корит болсам, сен саритсың деген ғой. Давай, келесі. Бір күні бір үш бала болған ғой. Үш бала ма? Үш бала. Үш бала. Сол үш бала әңгіме соғып отқан ғой. Әңгіме соға ма үш балалар? Сөйтіп жаңа бір бала айтады дейді. Жігіттер, менің атым Райхым деген. Райхым? Райхым. Екінші бала тұрады айтады, менің атым Бағлан дейді. Сосын үшінші бала айтады, сенің атың кім дейді. Менің атым Қарлығаш дейді. Қойшы, Қарлығаш деген қыздың аты ғой десе. Немене, Қарлығаштың еркегі болмай ма не деп. Ана Бауыржан Тұрабаев па, содан қарап жүрсің ба сен? Жоқ. Соңғы ғой ма баяғыда айтқанда? Сен ұсталдың бар ғой, бәсе. Сұрақ саған, іші сары, сырты ақ, төртбұрышты қала дейінгі тұратын зат. Ірімшік? Жұмыртқа. Дөңгелек десем біліп қоясың просто. Сосын төртбұрышты дедің. Мыналардың қайсысы артық? Купальник, ручка, саморез, дәурен. Қалай? Тағы. Сен вообще ойлауға ойлеттің де? Мына жылдам ойнайсың сен бар ғой. Орысша сөйлейсің ба неге сен? Жоқ, қазақша. Орысша ойлайсың да? Қазақша. Мыналардың ішінде қайсысы артық? Купальник, ручка, саморез, дәурен. Дәурен. Саморез артық. Неге? Қайттан қоям, қателеспеш ал. Қайсысы артық? Купальник, ручка, саморез, дәурен. Купальник, ручка, дәуреннің арасында қандай бір ортақ бірдеңе бар? Импорттап отырсың ба? Сен жауап бер просто. Купальник, ручка, саморез, дәурен не артық? Саморез. Дәурен артық. Окей. Сұрақтың логикасын түсіндің ма ойының? Жоқ. Мен жеңілмеймін просто. Саяхатта ең бір қызық оқиғаңды айтпыш. Маған қызық сөйледі. Қызық ба? Я деп айт. Иә. Так, сол баяғы Мысыр мемлекеттегін айтайын. Атты ма сені? Жоқ. Короче, пирамиданың қасында жүрмін ғой. Астанадағы ма? Жоқ. Сол, Каирдағы. Алаяқтар айтады, давай, түйеге мініп, сен қай тілде, қазақша ма? Ағылшынша. Қалай ол айтшы? Егізіп атсың ғой яғын. Жоқ. Айтады ғой, ағылшынша түсінесіз ба? Түсінемін. Айтады ғой, I will take you picture to... Let's go. I will take you picture with pyramid on camel. Окей. Мен айтам, окей. Сосын мен отырғызды. Қайда? Түйеге. Сосын фото жасады. Окей. Фотоны көрсетті. Сосын... Сен ең қорқынышты оқиға айтып жатсың ба? Жоқ.
Сосын ақша сұрайды менен. Сол фото жасаған үшін. Мен айтам, жоқ, бермеймін деп. Көп ақша сұрады. Қанша? Сен ағылшынша бастап отыр едің ғой, соңын. Жоқ, енді мен диалогты айтып жатқаным ғой. 15 000 теңгедей біздің теңгемен аударғанда. Bir фотоға ма? Иә. Сосын мен айтам, жоқ, төлемеймін дедім. Сосын айтып онда телефондағы фотоны кетіріп таста дейді. Мен көзімше. Агроколледждің балалары емес пе? Әліп барып, кетіп бар. Сосын, короче, өшірем ғой. Нені? Фотомды көрсетіп оларға. Осы айтады, корзинаға кірді, корзинаны өшіріп тастайды. Кіремде, ана же восстановить деген кнопка бар ғой. Олар енді түсінбейді ғой. Соған басамда, да деймін да, қайтып галереяға кетіп қалады. Бірақ олар ойлаған, что корзинаны өшіріп тастадым деп. Осы мен оларды керісінше лақтырып тастадым дегендей. Еще аферист екенсің да? Жалпы, осыны ағылшынша айтшы. Ана жерін айтшы, қызық маған. Корзин, фізмірді. No, дедім да. Ол маға айтады. Түсініп қалайды. Trash can enter to crash can and delete pictures it. Мен айтам, окей. Is delete деп басам, восстановитке. Ана жерде да дегенге yes деп басам. Finish. No have picture. Окей. Bye. Кеттік екі жаққа. Жақсы өте керемет. Жаман алдап кеткен соң ғой. Ең қауіпті оқиға қайда болды? Ол да Египет қоямын да. Так, ең қауіпті Үндістанда болды. Не болды Үндістанда? Үндістанда андай. Пілдің астында алып қойдың ба? Бетін. Ағырай. Дарави деген бір қауіпті қыз бар деші. 97 жылғы Дарави дейтін қыз барды. Мумбай қалада. Анда жүргенде ол камераға түспей қалды, өкінішке орай. Бірақ бір жасөспірім жігіттер келеді маған. Мани ақша сұрап. Мен айтам, жоқ деп. Сосын жарайды деп кетіп баратсам, маған тас лақтырды. Теген жоқ, сосын пакетке Қытай балдар емес пе? Жоқ. 13-14 жастағылар ғой, 3-4 жігіт. Сен 26-та ол емес пе? Ол кезімде 23-темін. Ол кезде 23, өте Қытай баласың ғой. Сосын андай не лақтырды, пакетке толтырылған су маған тигізді аяғыма. Ауыртты ма? Жоқ, бірақ су қылды. Ар жақта. Пакетке су лақтырып білесің? Енді пакетке... Біреу ойнап атқан ауласына кіріп кеткен жоқсың ба? Енді? Сол ең қауіпті дегенде. Ең қауіпті? Пакетке су лақтырған қауіпті. Сен автомат көрсең су дұрыстайын депсің ғой? Рахмет. Келесі... Мына мақалды жалғастыршы. Еркекті намыс қоянды. Еркекті намыс қоянды. Білмеймін. Тупойсың ба? Мынау біледі ғой. Еркекті намыс қоянды. Что убьет? Сен сценарийді құртайын деп тұрсың балалар ғой. Айт бұл. Бірдеңені айтып қалса бір нефтен болып шығатын сияқты что-то. Қоян намыс өлтірді. Айтшы. Түлкі? Түлкі қоянды. Анекдот айтып отырсың бен, айтшы. Еркекті намыс қоянды. Бірінші әрпін айтпайым, екіншісін айтсам боғаз болып кетеді, мыс өлтіреді үшін. Қа деген әріп алдында соны мысқа жалғады айтшы. Қамыс? Еркекті намыс қоянды. Қамыс. Ана шрифіңді қазақшаға қойшы сен дейтін. Енді кір дедім ғой. Қамыс деген бұл. Қамыс. Қамыс не екен білмейсің ба? Білем. Не ол? Шүп қой. Жіп? Шүп. Еркекті намыс қоянды. Қамыс. Не істейді? Өлтіреді. Енді полный айтпеш. Еркекті намыс қоянды қамыс өлтіреді. Ол қоян өлген жоқ. Орта қоян шақырамыз.
Сол мен ғой. Өлмеген мен. Аман қалдың ба? Еркек намыс қоянды қамыс өлтірген жоқ та? Жоқ, өлтірген. Сен еркек қоян, ұрғаш қоян қайсысың? Когда как? Рахмет қоянға кетші. Рахмет. Жалпы қалай ұнап отыр ма барлығы? Отыр, иә. Біздің шоуымыз соңына келді. Біз күшті бірдеңе бар ғой, ең соңында айтатын. Коммент, лайк, колокольчик. Аман сау болыңыздар. Бұл қыртыған шоу сіздермен бірге болған. Темірлан, рахмет. Thank you.